Баршаңызға сәлем. Бүгін біз асқабақтан дайындалған өте дәмді керемет нан дайындайтын боламыз. Ол үшін асқабақты буда пісіріп аламыз. Сосын осылай қолмен қасықтың көмегімен естеңіздер болады, және блендермен естеңіздер де болады. Одан соң құмшекер, майымызды, сүтті қосып, бінде осылай 220 грамм асқабақ қостым. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң 2 жұмыртқамызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Мына жерде 2 шай қасық осылай дрож қосамыз. Менде 1 шай қасық толтырып салдым, екіншілерін жартылай сонымен 2 шай қасық болды. Одан соң ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Егер сізде планетарный миксер болса, онда өте жай скоростьта 10-15 минуттай шайқасаңыз, өте керемет болып шығады қамырыңыз. Қамырымыз қолға жабысады сәл-сәл, ол іштен кетпейді, өйткені бізді жұмсақ болған сайын піскен кезде де өте жұмсақ болып піседі. Егер қамырыңыз қатты болса, онда наныңыз да қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан, егер қолыңызға жабысып жатса, кішкене сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Одан соң 2-ге бөлеміз. Менде қамырым 600 грамм шықты. Одан кейін осындай ортасына начинка қосамыз. Начинканы да асқабаққа құмшекер және де мен кішкене ванилин қосып жібердім. Барлығын араластырып, осылай ортасына саламыз. Видеодағыдай қамырды жайып, ортасына салып, және де пышақтың көмегімен осылай кесіп формасына келтіретін боламыз. Видеодағыдай жасаймыз, сіздерге түсінікті деген ойдамын. Осылай барлығын кесіп алған соң, видеодағыдай ораймыз. Шын мәнісінде өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Прям аузыңызда еритін бұл нан. Сондықтан барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бізде 2 шықты, және де ол 2-і бізде бір күнде таусылып кетті. Бізде негізі тәтті болған ұнатамыз, сол үшін де құмшекерін көбірек қосып, тәтті қылып жасадым. Осылай керемет формасын шығарамыз. Егер сізде осындай таба болмаса, яғни форма болмаса, онда осы күйінше пісіріп алсаңыздар болады. Как булочка ретінде де кете береді. Егер нан болғанын қаласаңыз, құмшекерді қоспасаңыз, нан болып шығады. Сосын сәндеуіне осындай асқабақтың дәнегін пайдаландым. Бетіне жұмыртқамызды жағып, одан соң асқабақтың дәнегімен әрлеп, тағы да 10-15 емес, 1 сағатта, 2 сағаттай жақсылап көтерілгенше бетін жауып, пищевой пленкамен жауып қойып қоямыз. Жақсылап көтерілген соң, ең төменгі отта, яғни 200 градуста жарты сағаттай 35 минут, 40 минуттай пісіріп аламыз. Осындай керемет болып шықты. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.